Малайзия дипломы халықаралық па? Жалпы халықаралық диплом дегеніміз не? Халықаралық диплом дегеніміз ол диплом барлық жерде жарамды, яғни Европа стандартына сай келеді. Ол мысалы бізде Қазақстанда екі диплом түрін береді. Біріншісі халықаралық, екіншісі ұлттық диплом деген сияқты нәрсе да. Халықаралық диплом беретін университеттер бір 7-8 университет бар. Қалғанының көбісі ұлттық диплом береді. Ұлттық дипломмен мысалы сіздер магистратураға немесе жаңағыдай жұмысқа тұру үшін жаңағыдай оны растауларыңыз қажет болады. Өйткені кейбір мемлекеттер ол дипломның енді қаншалықты сай келетінін сай келмейтінін білмегеннен кейін оны растауын қажет етеді. Мысалы біз түсіретін университеттер Малайзия болсын, жаңағы Қытай, Түркия болсын, ол дипломдары халықаралық. Яғни сіз бітіргеннен кейін ол дипломды растаудың қажет етпейді. Яғни Қазақстанға келіп жұмысқа тұратын болсаңыздар да сіздерден тек қана переводын ғана сұрауы мүмкін. Мысалы Қытайдан келетін болса, Қытай тіліндегі дипломның мысалы переводын қазақ тіліне немесе орыс тіліне сұрайды, бірақ ешқандай растау қажет етілмейді. Ол халықаралық. Ары қарай мысалы магистратура жалғастырғыңыз келетін болса да, ол дипломды ешқандай да растау қажет етпейді. Ары қарай мысалы Европаның мемлекетіне, Америкаға ары қарай магистратураға түсіп кете берсеңіздер болады. Егер біз арқылы осы 2026 жылы оқуға түскіңіз келетін болса, грантқа түскіңіз келетін болса, тегін разборға жазылыңыз. 5 мемлекетке оқуға түсіріп көмектесеміз. Қай мемлекеттің грантына түсе алатыныңызға сізге сол тегін разборды айтып береміз. Разборға жазылу үшін төменгі комментарийға разбор деп жазыңыз.